Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздерге китайский фунчузаның рецебімен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай менің қызым реакциясы өте күшті. Өйткені тамақта талғайтындарға таптырмас рецепт болып табылады. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Менің фунчузам онша шықпайды дейтін адамдарға кеңесім осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан дәмді шығады. Ал ендеше кеттік. Ыдысымызға фунчузамыздың қамырын салып, үстіне ыстық қайнаған суды құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Кез келген малдың қара кесек етін ұзынша етіп, видеодағыдай етіп турап аламыз. Бұл рецепттің китайский деуімнің себебі тұздығында болып саналады. Қазір тұздығын дайындаған кезде көрсететін боламын. Телефонда қытайлардың тамақ жасағанын көрген кезде барлық ашыны бәрін салып алып тұр. Мұны удай ашу болып кеткен шығар деп ойлаймыз ғой, бірақ ондай болмайды екен. Табамызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып, үстінен етті салып, қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне суды құйып, ет піскенше баяу отта пісіреміз. Ал ендігі кезекте тұздығын дайындаймыз. Бізге 4-5 ірі чеснок және бір қалампырдың барлығын қосып, үстіне паприка қосып, сұйық маймен жақсылап қыздырып аламыз. Оның үстіне тұз, күнжіт, бір шай қасық роллтың приправасы, сосын қант, бір ас қасық үлкен. Одан кейін 2 ас қасық соя соусы. Оның үстіне бір ас қасық толтырмай уксус салып жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте дайын болған қамырымызды қатты ұзын болмас үшін осылай қайшымен қырқып алдым. Алдын ала сәбізді теркадан өткізіп алдым және де огурцты дәл видеодағыдай жіңішке етіп тураймыз. Еттің суы тартылғаннан кейін етті майына 5 минут тағы қызартып қуырып аламыз. Одан кейін дайын болған етті фунчузаның үстіне саламыз. Майымен бірге құйып жіберсеңіздер болады. Оның үстіне огурцты саламыз, сәбізді саламыз және дайындаған тұздықты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің фунчуза салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Көрінісінің өзі әдемі. Ащы бұрыш салғаннан өте қатты ащы болып кетпейді. Оның дәмі вообще білінбейді. Менің қызым негізінен тамақ талғайды, оған бірден ұнады. Тамақ талғайтындарға ұнайтын рецепт деп басында да айтқан болатынмын. Достар, сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Егер ұнап жатса, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.